Сәлем, құрметті достар. Бізді көріп отқан барша қазақстандық достар дейміз бе? Біз енді бірінші рет бұндай реакция түсірейін деп отырмық. Бірінші бізде реакцияда Айдана Меденова, хейт па, не сондай бірдеңе деген әнмен. Енді біз Шамалы бірінші рет көріп отырмық. Бірінші рет естейін деп жатқаннан кейін Шамалы кем кетік, артық жерлеріміз болуы мүмкін, дұрыс сөйлемеуіміз мүмкін. Сол себепті мән бермейсіздер. Енді бірінші рет біз көгілдір экранның алдына бірінші рет шығып отырық енді. Олай болса, Айдана Меденованың HATERR әніне реакция бастаймыз. Есік ашылды. Есік ашылды тұр. Әже тұр, ауыз ашылған бір бала тұр. Ұншыл, сағыз. Өз жолын таңайын тұр ол. Жағынан сөйлеп Анқара ана жерде суретке түсіп қойған негізі. Анализан суреттер. Жаным менің HATERR дейді. HATERRны жақсы көретін екен. Айдана HATERR. Тағы да бәрі айналып келіп суретіне көрсін. басқа суреттеріміз кимоно соның суретіне екен. Ағам өтті ғой деймін. Алда қашты ғой? Қарауым ба не? Египет. Египетте олады. Мысыр. Фантастика болған. Шай оларға тіркелер. Мынау не өзі? Клип вообще HATERR туралы суретке қарап баға беріп жүрсін типа. Типаның суреттеріне қарайды, типа баға береді. Сол жайында ғой негізі. Түсінігім бойынша. Сондай біздің реакция бүгінгі. Білмеймін, өзім маған сөздің ашығы ұнаған жоқ. Вообще. Общем. Басқаша істеу керек педі деген ой ғой. Енді біз режиссер, клипмейкер, ондай емес, сценарий жазбаймыз енді. Сонда астында комментарийларды оқып шығайық. Режиссер Дамир Тастенбеков дейді. Великолепный дейді.
Сақ патшайымы Камер сөз жарасар еді. Жерімізді ежелде мекенен тайпаның батыры. Мынау тағы қандай әнсің? Жалпы негіз хейтерлерге арналғанда, бірақ айтсам басқашалау түсіру керек еді, оны ежелдей. Неге кіргізбей, Музейге кіргізбей. Музей емес, басқаша. Сөздеріңді түсініксіз дұрыстап орындасам болмай ма? Мыңдап бесін. Жалпы біздің реакциямыз не? Бұл енді өзіміздің ой пікіріміз бір күннің ішінде 280-200 қаралым болған екен. Бұлайша жақсы. Енді бұл біздің ойымыз. Сіздердің ойларыңыз қандай екенін астына жазып кетсеңіздер болады. Және де біздің арнаға тіркеліп, біздің видеоларды жалпы тек бөлек емес, футбол, неше түрлі тақырыпта енді салып отыратынымыз. Енді бастадық. Сол себепті келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.